Қайырлы күн жақсыларым. Бүгін сіздермен денсаулыққа өте пайдалы десертті үй жағдайында өзіміз дайындайтын боламыз. Ал сіздер каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Таңғы уақытта жесеңіздер күні бойына күш-қуат береді, энергияңызды арттырады. Міндетті түрде үйде жасап көріңіздер, жақындарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Өзіңіз ұнатқан жаңғақтардан бір стакан аламыз. Менде ол миндаль, грек жаңғағы және жер жаңғағы. Жақсылап жуып, тазалап аламыз. Жуып болғасын қағаз майлыққа салып, кептіруге қоямыз. Дәмді өрік мейізден бір стакандай алып, оны да жақсылап жуып, кептіріп аламыз. Құрғаған жаңғақтарымызды аздап екі жағынан қызарғанша қуырып аламыз. Өрік мейізімізді жақсылап тураймыз, жеке бір ыдысқа салып қоямыз. Турап болғанша қуырған жаңғақтарымыз да суиды. Оны да жақсылап турап, жаңағы ыдысқа саламыз. Темір ыдысқа 30 грамдай желатинді салып, үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз да, сәл араластырып жібереміз. Желатин әбден ерігенше біраз уақытқа тындырып қоямыз. Ыдысқа 400 грамм ірімшік, 100 грамм қаймақ немесе йогурт, 2,5 ас қасық табиғи бал және де 2 грамм ванилин салып, жақсылап араластырамыз. Жаңағы желатинді қасықпен сәл араластырып, аз отта ерітіп аламыз. Еріген желатинді творогты массамызға салып, блендермен жақсылап араластырамыз. Бөтелкені жақсылап жуып тазалап, мойын жағын кесіп тастап, өзімізге формаға дайындаймыз. Ірімшікті массамызға жаңағы тураған жаңғақтарымыз бен өрік мейізімізді салып, араластырып, бөтелкеге саламыз. Арасында ауа қалмайтындай қылып, нығыздап салып, сәл шайқап отырамыз. Бетін тегістеп, тоңазытқышқа түні бойына демалдыруға қоямыз. Егер күндіз жасасаңыз 4-5 сағатта жеткілікті болады. Өте пайдалы десертіміз бөтелкенің формасын алып, осылай қатады. Үйде міндетті түрде жасап көріңіз. Жақындарыңызды дәмді десертпен қуантыңыз. Дастарханға осылай домалақ күйінде немесе турап қойсаңыз болады. Тоңазытқышта 1 аптаға дейін сақталады. Жақындарыңызбен бөлісіп, комментарий жазып, лайк басып, каналымды қолдап отырыңыздар. Дастарханыңыз денсаулыққа пайдалы асқа толы болсын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп отырыңыздар.